Иса Еммаус қаласына бара жатқан екі шәкіртіне көрінді. Аң-таң болған олар жүгіріп достарына қайтып келді. Еміс шынымен тіріліпті. Петр оны өз көзімен көрді. Жол жөнекей бірге келсек те, біз оны танымадық. Нан үзген кезде ғана бірден таныдық. Эммуста, онда неге бар екен ол? Сендерге амандық болсын. Неге абыржисыңдар? Немене көшіп айланып тұрсыңдар? Қолыма, аяғыма қараңдар. Сонда мен екеніме көздерің жетеді. Міне қолымнан ұстаңдар. Мына менен көріп тұрғандарыңдай әр уақытта ет пен сүйек болмайды. Сендермен бірге тұрған кезінде алдын ала айтқаным міне осы. Тәуратта, пайғамбарлар жазбаларында және Забурда мен туралы жазылғанның бәрі де орындалуға тиіс еді. Онда былай делінген ғой. Мәсіх азап шегіп өліп, үшінші күні қайта тірілуге тиіс. Менің атымнан Иерусалимнен бастап барлық ұлттарға ізгі хабарды жариялау керек. Теріс жолдан қайтып күнәдан арылтады. Сендер соған куә боласыңдар. Мен әкем уәде еткен киелі рухты сендерге жіберемін. Киелі рух қонып, күш қуат бергенше осы қалада тұрыңдар.